Қарбыздың дәмі. Әңгіме. Әңгімені жазған Роза Сұлтаналиева. Жаз. Сабақ аяқталып жазғы демалысқа шыққан Мұратхан үйдің жанындағы ағаш сәкіге құрылған масахана ішінде таңғы тәтті ұйқы құшағында жатқан. Ағаш шарбақтан секіріп түскен Асылбек оны шыбықпен түртіп оятты. Мұратхан, тұрсаңшы енді. Көзін уқалай ашқан Мұратханды иығынан қаттырек сілкіп қалған Асылбек. Ой, не болған өзіңе? Кеше келіскен едік қой. Тәңір бергенді де оят. Қарбыз ұрлауға барамыз. Тездетіңдер, деп бастырмалата сөйлеп, көшеге қарай жүгіре басып шығып кетті. Ұйқысы сергек Мұратхан орнынан атып тұрып жанында жатқан інісі Таңырбергенді оятты. Ағайынды екеуі асығыс қимылдап кешегі уәде бойынша велосипедке мінгесіп көшеге шықты. Есік алдында жасы бұларға қарағанда ересектеу, мұрты енді тебіндеп келе жатқан Асылбек тағатсыздана тосып тұр екен. Әйда, кеттік, деді де өзі велосипедімен жол бастап алға қарай зымырай жөнелді. Бір велосипедке мінгескен бұл екеуі де оның артынан қалмауға тырысып жүйткіп келеді. Көп ұзамай үшеуі қаланың шетіне шықты. Әне міне дегенше шаһарды бойлай ағып жатқан Арыс өзеніне де жетті. Көпірден өткен соң топырақ жолмен шаңдатып саяжайға бет алды. Ол кездері Арыс өзенінің маңайына қала тұрғындары көктем шығып, жер қыза бастағаннан қауын, қарбыз, картоп, сәбіз, қияр секілді көкөніс түрлерін егетін. Сенбі, жексенбі күндері өздеріне тиесілі жерлерін суарып, арам шөбін жұлып, күтіп баптайтын. Асылбек бұларды бастап өзенді жағалай қарбыз егілген жерге алып келді. Алатоп секілді үлкен көгала қарбыздар тең киіп жатыр. Маңайда өздерінен басқа тірі пенде көрінбейді. Үшеу ұрымтал сәтті пайдаланып, бас көзге қарамай теңкеген қарбыздарды бірінен соң бірін жұла бастады. Қуанып кеткен Асылбек, мен жылдамдатып қарбыздарды жұлып өзенге лақтырамын. Тәңірберген екеуің өзеннің арғы бетіне жүзіп өтіңдер де сол жерге жинай беріңдер. Аңқиып, ауыздарың ашылып тұра бермей тездетсеңдерші, деді бұйыра сөйлеп. Сөйтті де құлшынып іске кірісті. Бұл екеуі Асылбектің айтқанын екі етпей қимылдарын шапшаңдата түсті. Екеулеп жұлынған қарбыздарды тасып жағаға шығарып жүр. Асылбек болса жұлған қарбыздарды өзенге лақтырып тастай берді. Арыс өзені әлдегімге есесі кеткендей ылдиға қарай асығып, толқын болып тоқтаусыз ағады. Әп сәтте өзен беті доп секілді үлкенді кішілі көгала қарбызға толып кетті. Тірлікті бітіруге шамаладық деп топшылаған олар ендіктерін басып біраз демалып, қарбыздың дәмін татып көрмекші болды. Әдеттегісінше не нәрсені болса да бірінші бастайтын Асылбек қарбыздың біреуін жерге ұрып жарып еді. Әлі пісе қоймаған кәмек екен. Сосын үлкендеу біреуін алып, оны да жерге жарып көрді. Пісіп жетілмеген ақшыл түсті қарбыз былш ете қалды. Екіншісін, үшіншісін жарды. Бәрі сондай. Мәссаған. Қарбыздың пісетін уақыты жетпеген сияқты. Бәрі бірде аппақ. Кейбіреуі ғана енді қызыл реңк ала бастаған. Әумесер Асылбек ызаға булығып, үйіліп жатқан қарбыздың бәрін жарып тастады. Жеуге жарайтын бірде-бірі жоқ. Амалы таусылған Асылбектің: «Қап әттеген-ай, біз он шақты күн ерте келіппіз. Бүгін қарбызға тоямыз ғой деп едім», деген өкініші даусынан аңғарылып тұрды. Өзіне жалтақтап қараған бұлардан көзін тайдырып әкетті. Ыңғайсызданғаны көрініп ақ тұр.
бекер әуре болыппыз, деді басын қасып. Сосын екінісіне қарап, әй қойшы, ештеңе етпес, кейін тағы келерміз, үйге қайтайық, кеттік, деді де велосипедіне мінбекші болып жан-жағына қарап еді, көзіне ештеңе көріне қоймады. Мұратхан мен Тәңірберген де аңтарылып қалды. Әлгінде мініп келген екі велосипед зым-зия жоқ. Мұратхан өзенді жағалай қалың бұтаның арасымен екеуінен бөлініп шығып іздей бастады. Кенет мұны біреу шап беріп, аузын басып, қолын артқа қайырып ұстап алады. Мұндайды күтпеген бозбаланың жаны қалмады. Қарулы қол аузын байлап, көзді ашып жұмғанша екі аяғын кендір жіппен орап тастады. Не болғанын түсінбеген Мұратхан жан-жағына бажайлап қарағанда өзі сырттай білетін Құрбанәлі атаны таныды. Таңертең мектепке бара жатқанда үнемі көретін. Бұлардан бір көше бері тұрады. Алайда ол мұны танымауы бек мүмкін, себебі жасы келген кісі мұны аңғара қоюы екіталай-ау, шамасы қарбыздың иесі осы кісі болуы керек. Құрбанәлі ата қартаңдығына қарамай шалт қимылдайды, өзі ашулы. Өй, иттің күшіктері, көк қарбызды түйнектей жұлып, рәсуа еттіңдер ғой түге. Еш болған есіленбек ай, мен сендерге көрсетейін. Мұратханның қорыққаннан дыбысын шығаруға да шамасы келмеді. Сөйткенше болған жоқ, ашудан түтігіп кеткен шал баланың жон арқасын қамшымен осып өтті. Сазайыңды тартқыздым бәлем, саған осы да жетер, дегендей бұған оқты көзін ата қарады. Сөйтті де, қазір барып ана екі жүгірмектің де желкесін қияйын, деп ашу қатты қария жыңғыл бұтаның арасына кіріп көрінбей кетті. Ой-пырай, енді не болар екен? Айдың күннің аманында жайсыз тірлік үстінде ұсталғандарына Мұратхан қатты састы. Ұялғаннан екі беті ду ете қалды. Ұрлық түбі қорлық деп атам жиі айтып отырушы еді. Ұрлықпен ұсталып, масқара болдық-ау. Ішкі мазасыз ойдың желісі біреу-ақ. Мына шалдан қалай құтылып кетсем екен? Мұратхан қария кеткен жаққа қайта-қайта қарап қояды. Бұл кісі енді бізді аямайды. Мектеп директорына айтса, бүкіл арыз шулайды-ау. Қатал директор атанамызды шақырып, кластастардың алдында жер ететін болды-ау. Әсіресе Тәңірберген екеумізді ағасы да, інісі де ұры деп көзімізге шұқитыны анық. Әттеген-ай, тіс қаққан Асылбекке ілесіп нем бар еді? Қыздардың бетіне қалай қараймын? Ойына әр нәрселер келген. Мұратханның жүрегі кеудесіне сыймай атша тулай жөнелді. Енді байқады, қария аузын өзінің жейдесімен байлаған екен. Өй, өңшең қағынды бәлелер, піспеген қарбызды жарып тастап, не бастарыңа күн туды? Көктенек жеп, өле қалайын деп бедіңдер, деген қарияның айқайлаған даусы естілді. Мойнын бұрып қарап еді, шал Асылбек пен Тәңірбергенді бір-біріне теріс қаратып байлап, алдына салып келеді екен. Ара-арасында екеуінің арқаларына қамшымен салып жібереді. Ойбай, ата, біз білмей қалдық, енді қайталамаймыз, кешіріңізші, деп екеуі шыр-шыр етеді. Ата, енді ұрлық істесек, атымыз өшсін, деп әсіресе Тәңірберген жыламсырап жалынып келеді. Ашулы кісі бұларды тағы да қамшысымен арқаларынан осып жіберді. Арқалары дызылдаған олардың көздеріне жас пырт-пырт ете қалды. Бір-бірінің аянышты түрлеріне қарауға да шама жоқ. Қарт тізе бүгіп қалтасынан шақшасын шығарды. Ата жауын көргендей үшеуіне тесіле қарап біраз отырды. Асықпай
насыбайын атты. Бір кезде жұлып алғандай: «Ей, жүгермек, осы сен әлгі Мұсаханның баласы емессің бе?» деді Мұратханның түсін шырамытып. Қарттың өзін танып қойғанына ұялып, бір жағынан бүгінгі тірліктеріне намыстанған ол төмен қарап, көзімен жер шұқыды. «Иә, ата, сол кісінің баласы ғой, ал мынау соның туған інісі, аты Тәңірберген», деді Асылбек, кінәсін жуып шайғысы келгенде елпілдеп. «Осы екеуінің әкесін таныса, мағанда жаман болмас» деген сыңайлы. «Ей, сен тоқта, сенен кім сұрады? Қуаяқ, саған да кезек келеді», деп қарт зекіп тастады. «Жай, атамды танитын шығар дегенім ғой», деп Асылбек міңгірледі. «Осыларды бастап келген сенсің ау шамасы. Өй қысталақ, ал сен шырақ, өзің кімнің баласысың?» деп шал Асылбекке ежірейе қарады. «Рахымжанның, темір жолда істейтін Рахымжанның баласысың ба, әлде молда Рахымжанның ба?» деп сұрағын бастырмалата қойып қадала түсті. «Молда Рахымжанның баласымын», деді Асылбек. Жалтарғаннан опа таппасын аңдағандай, ол да сөздің турасына көшті. Молданың баласымын де, тұқымың жайылғыр. Не, сонда саған әкең ұрлық жасама, біреудің затын рұқсатсыз алма, ұрлық жасасаң күнәһар боласың деп айтпай ма?» деп балаға тесірейе қарады. «Айтады ғой». «Солай де, бала». Қарт бұларға не істесем екен дегендей ойланып қалды. Маңдайындағы әжім іздері соқа тісі аударған шымдай қыртыс-қыртыс болып анық көрінеді. Мына бәтшағарлардың айтқандарына сенсе, бәрі де бөтен емес, тамыр таныстарының балалары. Жазасыз жайдан жай жібере салғысы және жоқ. Жарылып жатқан қарбыздарды көріп бір жағы күйініп те тұр. Сәлден соң өзін өзі сабырға шақырып: «Әкелеріңді танушы едім. Қайтем енді, амал жоқ. Бір жолға кешірейін», деді де қария үшеуінің қолын шешті. «Жасаған істеріңді мойындарыңмен көтеріңдер. Жарып тастаған қарбыздарыңды өздерің жинайсыңдар», деді Құрбанәлі қария ашуы тарқамағанын білдіріп. Қарашығынан ағы көп көздерімен түйіле қарап: «Өздерің обал сауапты білесіңдер ме? Ала жазда еткен есіл еңбекті рәсуа еттіңдер ғой түге», деді. Бастары салбырап тұрған үшеудің қолына өздерінің қабын ұстатты да: «Мынаған қарбыздың бір шопағын қалдырмай жинап салыңдар. Босқа шірігенше ең болмаса мал жесін», деді сабасына түсіп. Сөзі талқылауға жатпайтын командирдің бұйрығындай нық естілді. Кінәлі үшеу жарылған қарбызды шопақ дәніне дейін жинап қапшықтарға салды. Соғыс көрген майдангер қарт айтқанын орындатты. Көрер күн татар дәм таусылмай, қан майданнан елге аман оралғанда жаудан қорықпаған жүрек шекөкпелерден несіне тайсалсын. Бұларға шіре болған қолдарын жуып алуға мұрсат бермеді. Тұтқын немістерді алдына салып келе жатқандай, қамшысын қолына алып, арттарынан есекпен жүріп отырды. Өзі есегінің екі өкпесін тесіп жіберердей тебініп қояды. Жол жөнекей, терін сүртемін деген үшеуі беттерін айғыздап тастады. Ауыр қаптарды арқалап, велосипедтерін көтеріп, ауылға қайтты. «Ей, сендерге не болды? Жігіт адам шаршай ма екен? Аяқтарыңды жылдамырақ бассаңдаршы», деп қояды. Қас қарая олар үш қапты арқалап қарияның үйіне әкелді. Әбден зорығып, сілесі қатқан үшеуі ұнжырғасы түсіп, велосипедтермен үйлеріне қайтты. Сөйлеуге мұршалары болмастан шала шарпы жуынып, төсектеріне сілейіп құлады. Бұдан бұлай қарбыз ұрламастай болды. Ұрлықтары жабулы қазан жабулы күйінде қалса болды деп тіледі. Қария
Бұл жайында ешкімге тіс жармады. Дегенмен Мұратхан өзін біразға дейін ауыр жүк арқалап алғандай қолайсыз сезініп жүрді. Арада 2-3 апта уақыт өткенде Құрбанәлі қарт бұларды өзі іздеп келді. Өзі сөзшең екен. Дастархан басында шай ішіп отырып біраз әңгіменің басын қайырды. Кетерінде, үйдегі жаман немелер жесін деп қарбыз еккен едім. Жеңсік ас қой, мына 2 балаңды ертең үйге жібер, қарбыз жеп кетсін. Рахымжан ағаңның да баласын шақырдым. 3-еуі бірге барсын деп қарбыз жеуге шақырды. Ертеңіне 3-еуі үлкен басымен шақырып тұрған соң қарияның үйіне қонаққа барды. Ұрламай-ақ қарбыз жегіміз келеді десеңдер беретін едім. Әкелеріңді танитын болған соң ашуымды бастым. Әйтпесе, бәріңді милицияға беріп, сазайларыңды тартқызатын едім, деді Құрбанәлі ата бұларға көзінің астымен сынай қарап. Өзі кемпірімен езуіне күлкі үйіріліп, сүт қатқан күрең шайды ішіп отырды. Сондағы 3-еуінің ұялып жер болған-ай. Ағайынды бауырлар біразға дейін осы оқиғаны естеріне алып күліп жүрді. Қарияның қайраттылығын таңдай қаға айтатын еді. Қолынан кетпен күрегі түспейтін Құрбанәлі ата да әлде қашан бақилық болып кеткен. Мұратханның өзі де бұл күндері кейінгілерге ақыл айтатындай жасты еңсерген. Алыста қалған сол бір кездер еске түскенде таңдайына балалықпен ұрлап жеген қарбыздың дәмі келеді. Ұрлап жеген қарбыздың дәмі осыншама ащы, кермек болса да, қайта оралмас балалықтың естелігі соншалықты ыстық, сондай тәтті болады екен-ау. Әңгімені оқыған автор. Достар, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.